Мен Омаров Анвар Амантайұлы 2023 жылы 10 желтоқсанда Семей қаласында пассажир ретінде отырып жол апатына түстім. Жол апатынан кейін облыстық ауруханада жарты жыл мерзімінде ауруханада жаттым. Жана мені өлет деп ауруханада қатты қиналып, 6-7 омыртқама зиян келіп, және де жұлынға зақым келген өте қатты. Қазіргі таңда аяғым жұмыс жасамайды. Өз-өзіме қызмет жасау өте, біреудің көмегінсіз өте ауыр. Қазіргі таңда мені әйелім, әке-шешем осы уақытқа дейін мені көтеріп, жатқызып, көтеріп, отырғызып, жаңағы коляскаға. Және де осы әйелімнің көмегінсіз өзіме мүлдем қызмет жасай алмаймын. Жаңағы тіссіз су жуындырудан бастап бүкіл немді әйелімнің көмегі арқылы істеп жатырмыз. Қазіргі кезде балаларым әлі кішкентай, соған байланысты мен өмірге деген талпынысым бар, аяққа тік тұруға ниеттеніп отырмын. Сол іздену барысында жаңа Түркия мемлекетінде Раматем деген оңалтудан шақыртуын алдық. Қазіргі таңда 20 миллион көлемінде қаражат керек болып тұр. Мен сіздерге, Қазақстанның жомарт адамдарына үлкен өтінішпен жүгініп тұрмын. Маған осы шетелде қайтадан денсаулық пен күш-қуат табу үшін қымбат реабилитация қажет болып тұр. Менің бір арманым қарапайым өмір сүру, балаларымның өсуін және жетілуін көру, және оларға сүйеніш болу. Сіздің келген көмектеріңіз біздің болашағымызға сансыз үлес болады. Мейіріміңіз және жүректеріңіз үшін Алла сіздерге береке сыйласын.